Баршаңызға сәлем. Бүгін мен өзім жақсы көретін завтрактермен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, өзіңізге ұнаған рецепті дайындап көріңіз. Бірінші рецепт үшін жұмыртқа қажет. Оның үстіне сүт және де тұз сеуіп, жақсылап араластырамыз. Табаға май құйып қыздырып, оның үстіне жұмыртқамызды құямыз. Жұмыртқа пісіп кетпей, ара-арасында осылай араластырамыз. Сол кезде бізде жұмыртқамыз осындай болып шығады. Үстіне қияр және де кунжут сеуіп, 10-15 секундтай пісіреміз. Енді мен осындай пита алдым. Егер сіздің қалаңызда пита табылмаса, дүкеннен сатып алынған, болмаса қолдан жасалған лавашты қолдансаңыз болады. Видеода көрсетілгендей етіп, беткі қабатын ғана кесіп аламыз. Барлығын осылай дайындап алдым. Енді бағанағы салмамызды осы питалардың ішіне толтырып шығамыз. Осымен біздің завтрак дайын. Оның бетіне тағы да кунжут сепсеңіз болады. Астарыңыз дәмді болсын. Енді келесі рецептке көшейік. Ол үшін бізге стручковый фасоль керек. Одан кейін бір жұмыртқаны жарып, тұзбен сүт қосып, жақсылап араластырамыз. Табамыз қатты қызбай тұрып, үстіне жұмыртқамызды құямыз. Енді стручковый фасольді жұмыртқаның үстіне салып, ақырындап орай бастаймыз. Енді рулетті осылай екіге бүктейміз. Және де жанына кез келген өзіңіз жақсы көретін көкөністі салсаңыз болады. Мен брокколиді қолдандым. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Қай рецепт ұнағанын комментарийға жазып, мені лайкпен қолдап отырыңыздар.